Сәлем, сіздермен бірге PS. Бүгін біз осындай түрдегі YouTube'ға арналған баннер жасаймыз. Сонымен кеттік. Сонымен жалғастырамыз. Бізге ол үшін біріншіден Cinema 4D деген программа керек. Оны сізде болмасаң ше ғана қарап отыра беріңіз. Ал егер болсаңыз, шаруаға кірісіңіз. Бірге басыңыз. Біріншіден Mongraph дегенге басып, объект modtext'ке басыңыз. Әрі қарай бұл жерге өзіңіздің қалаған сөзіңізді жазасыз. Ол үшін алло деп жазамыз. Енді бұған шрифт таңдау керек. Қандай таңдасақ болады? Қызық емес. Мынаған осыны таңдай берейік. Енді бұның люминасын көбейтеміз. 20-ға асырайық. Концентрациясын ұзақ қоямыз. Енді осының тағы копиясын жасаймыз. Оны аламыз да крышка и пасканы басамыз. Сосын сыртына шығарамыз. Крышка и пасканы. Көрдіңіз бе? Қабаттай ол. Жаңа материал создать етеміз. Оған түс таңдаймыз. Қандай түс? Жасыл таңдаймыз. Окей. Отражение өзгертейік. Көрдіңіз бе? Контур пайда болды. Енді бұлардың мынаның түсін ауыстырайық. Қандай түске ауыстырсақ болады? Таңдаймыз. Оның орналасуын міне, нағыз 3D болды. Бірақ бізге бір нәрсе жетіспейді. Міне әдемі текст шықты. Енді нормальный ракурстан алып фотоны рендерить етеміз.
осындай тақырыптағы видеолар қаласаңыз лайк басып кетіңіз. Сонымен қош сау.